Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қасым Қайсенов жау тылындағы бала. Оқу мақсаты көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Қасым Қайсенов Қазақстанның халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы, Ұлы Отан соғысының ержүрек батыры, әйгілі партизан, көзі тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас біртуар даңқты перзенті. Ол 1934 жылы мектеп бітіргеннен кейін Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына түсіп, 1938 жылы оны бітірген. Павлодар облыстық оқу бөлімінің саяси ағарту жөніндегі нұсқаушысы болып қызмет атқарып жүргенде әскер қатарына шақырылып, әскери барлау мектебіне жіберіледі. 1941 жылы қараша айында осы мектепті бітірген бойда оңтүстік батыс майданның штабына жөнелтіліп, сол жерде арнайы тапсырма алып, Украинаның басқыншылар қолында қалған партизан отрядын құру үшін жау тылына түсіріледі. Ол жерде Қасым Чапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядын басқарады. Кейін 1944 жылдың аяғына дейін Молдавия, Чехословакия, Румыния жеріндегі партизан қозғалыстарына қатысады. Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысының қиын қыстау кезеңін, жауынгерлердің жанқиярлық ерлігін шынайы суреттеген, оқушы жұртшылыққа кеңінен мәлім көптеген шығармалардың авторы. 1954 жылы орыс тілінде «Жас партизандар» атты алғашқы кітабы жарық көреді. Одан кейінгі кездерде Илко Витряк, Переслав партизандары, Ажал аузынан, Жау тылындағы бала, Днепрде, Жау тылында, партизан тоқпақтары, тағы басқа әңгіме, почерк, повесть жинақтары бар. Бұл шығармалар орыс, украин, басқа да көптеген тілдерге аударылған. Кейінгі кездері елінің ертеңіне сенемін, естеліктер мен жазбалар, тағы да басқа кітаптары жарық көрді. Әдеби теориялық ұғым. Сюжет француз тілінен аударғанда зат деген мағынаны білдіреді. Өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі бір тұтас желісі. Көркем шығарманың сюжеті оқиғалар жүйесінен құрылады. Оқиғалар бір-бірімен байланысып, желісі үзілмей үнемі өрбіп, шиырға түседі. Шығарма белгілі бір оқиғадан басталып, әрі қарай дамып, шиеленісіп жетер жеріне дейін биіктеп, сонан барып аяқталады. Оқиғаларды іріктеп таңдап алу бұл жазушының арман мұратымен байланысты. Әрбір оқиғаны жазушы өзінің мақсатына орай таңдайды. Енді сюжеттің құрамдас бөлшектеріне тоқталатын болсақ, сюжеттің басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі және шешімі болады. Енді оқушылар, берілген кестені толтырыңыздар. Шығарманың аты «Жау тылындағы бала», авторы Қасым Қайсенов. Оқиға болған уақыт, кезең, кейіпкерлер, шығарманың идеясы. Осылардың барлығын толтырасыздар. Келесі Жамалдың аналық махаббатын көрсететін үзінділерді оқиға ретімен орналастырыңыздар. Ендігі кезекте әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін сәйкестендіріп орналастырыңыздар. Оқу тапсырмасы. Соғыс басталмай тұрғандағы бейбіт өмір салтанаты туралы өз ойларыңызды білдіріңіздер. Кішкентай Серік анасы екеуі қайдан келді? Ойын баласы Серіктің ерте есеуіне не себеп болды? Құрметті білім алушылар, кері байланыс тапсырмасын орындау үшін төменде видеоның астында сілтеме берілген. Сол сілтемені басу арқылы кері байланыс тапсырмасын орындау керек. Егер кері байланысқа кіре алмай жатсаңыздар, міндетті түрде жоғарыда видео нұсқаулық сілтемесін қойдым. Сол видео нұсқаулықтың сілтемесінен өтіп, нұсқаулыққа толық танысып шығыңыздар да, содан кейін тапсырманы орындауға болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсы күндерде жолыққанша.